Швайский бай 1911 жылы Қасық ауылында дүниеге келді. 1927 жылы Қасық артелі құрылғаннан бері сол колхоздың белсенді мүшесі болған. 1942 мен 1945 жылы Ұлы Отан соғысына қатысты. Атам Алматыда 3 айлық сержант мектебінде сапер оқуын оқып, соғысқа 1942 жылдың көктемінде Калин майданына кіреді. Саперлер қашанда өлім мен өмір ортасындағы, сәл қателік жіберсең, мен алған алаңнан тірі шығу екіталай. Соғыс деген қонаққа барып қайту емес, атам да талай рет өлім аузынан аман қалды. Алайда соғыс мұндай көріністер ғана қалдырмаған. Атам сонау отты 1943 жылдың қақаған аязда ақпанында автоматты кеудесіне қыса ұстап БКП мүшелеріне өткен сәтін әсте ұмытар ма? Туған жеріне соңғы жау табан жалтыратқанша суық қару қолымнан түспес деп ант ішкен екен атам. Қайтадан майданға кіргенде мүлде басқа ортаға 228-ші атқыштар дивизиясының 81-ші саперлік батальонына түсті. Бұл батальонда ұлы жеңіс ту желбірегенше қызмет етті. Ходзик және Петровтың «Чернорабочая победа» деген кітабында менің атамның фамилиясы бірнеше рет айтылған. Онда атамды атқыштар дивизиясының қатарындағы ержүрек жауынгер ретінде талай қиын тапсырмаларды абыроймен орындаған туралы жазады. Менің атам мерекелік костюм омырауын жапқан жауынгерлік наградаларын ақ ерлікпен шайқасын сезіледі. 1940 жылғы 2 қазан ерлігі үшін медалі, 1944 жылғы 5 ақпан қызыл жұлдыз, 17 желтоқсан 2 дәрежелі отан соғысы, 1945 жылғы 3 мамыр 1 дәрежелі отан соғысы ордендері. Әрине ең үлкен награда 1945 жылғы 9 мамырда Рейхстагқа жіберілген ту болды. Атам көп жылдар бойы әрқашан үкімет тарапынан қолдау тауып отырды. 1941 мен 1945 жылдарында Ұлы Отан соғысы жеңісінен 20, 30, 40, 50 жылдағы мерекелік медальдармен және Совет армиясы құрылған күніне қарай тағы да бірнеше медальдармен наградталды. Менің атам соғыс біткен соң Мәскеудегі, Украинадағы, Тирасполдағы достарымен 50 жыл араласып берді. Хаттар, открыткалар, телеграммалар, аймалап сүйші некейтің, өздерің поле және мен байырғы қаруластарын деп қол қойылған хат хабарлар атамның пошта жәшігінде әр мереке алдында үйіліп қалатын. Ал атам орда септеп, жинастырып сақтап қоятын. Сол хаттар әлі бар. Әрине, менің де атам міндетті түрде қолына қалам алып, сағынышы сөздерін достарыма жолдайтын. Сол жүректе тұратын Папеш, Томскілік Гордиенко, Первомайский қаласынан Вишневский, Волгоградтан Ходзик, дивизиясының бас дәрігер болған мәскеулік Вера Константиновна мен оның жұбайы бұрынғы комбат Леонид Александрович. Олардың достығы тамыры от тұрған жылдары ел басына күн туған қасіретті шақта бір тілекпен табыстырып туысқа бергісіз жақындастырып жібергенді. Менің атам 1960 жылы жанұясымен бірге Украинада, Тирасполда, 1976 жылы Москвада майданда достарымен қонақта болып қайтты. Атамның сөзі бойынша өз бөлшесінің солдаты болған Вишневский бала-шағасымен бірге біздің үйге бір айда келіп жатып кететін. Менің атам Швайский бай саперлік бөлімшенің командирі аға сержант болып 5 елді мекенді Украинаны, Молдавияны, Румынияны, Венгрияны, Чехословакияны жау қолына азат ету соғыстарына қатыстым. Осы жүріп өткен жолдардың картаға түсіруді жөн көрдім. Атам 2 қыз бір ұл тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немере шөбере сүйген үлкен әулет. Әр жеңіс күні атам үшін үлкен мейрам еді. Ол кісі туған күніне берме деген. Туған күнім осында 9 мамыр жеңіс күні деп балаларын, туған туысқандарын жинап, осы күнді ерекше атап өтетін. Менің атамның омырауын жапқан жауынгерлік наградалар және алған алғыс хаттарына ерлікпен шайқасқан көрініп тұр. Осындай ерліктермен фашизмді жеңуге үлес қосқан, отан үшін от кешкен атамыздың есімін қастер тұтып мақтан етемін.